Алматы қаласы бойынша баланы балабақшаға кезекке қою немесе балабақшаға направление жолдама алуға түсірілген видео инструкция түсініксіз болса, сіз сайттың қалай жұмыс жасайтындығы туралы инструкциясын сайттан скачать етіп ала аласыз. Ол үшін сіз балабақша білім алматы kz сайтын набирать етесіз интернет браузерда. Сізде дәл осындай страница ашылады. Войти в личный кабинет, войти как сотрудник, просмотр номер очереди және астында инструкция деп тұр. Осы дәл инструкция деген сөздің үстіне бассаңыз, сізге видео инструкция және қағаз түрінде скачать етіп алатын инструкция екі тілде тұр. Қазақ тілін түсінбейтіндерге орыс тілінде, немесе информация қазақ тілінде түсінікті болса, қазақ тілінде сіз скачать етіп алып, PDF форматта ашып оқып көрсеңіз болады. Қараңыз, видео инструкция көретін болсаңыз да, видео инструкциясы да тұр. Барлық бөлім бойынша қалай кезекке қою керек, қалай направление алыну керек, сіз заявление қалай бере аласыз, направлениенің уақытын қалай созасыз, қалай отзывать етіп алуға болады. Барлығының екі тілде инструкциясы осы страницада тұр. Мен сіздерге келесі видеода продление направления, яғни жолдаманы қалай созуға болады, 1 ай көлемінде сіздің мүмкіндігіңіз бар. Құжаттарыңыз дайын болмаса, немесе баланы балабақшаға апаруға дайындап үлгермесеңіз, жолдаманы балабақшаға алып, сіз жолдаманы 1 ай уақытқа созып, сол 1 ай уақыттың ішінде балабақшаға баруыңызға мүмкіндік бар. Сол 1 ай уақыттың ішінде сіздің направлениеңіз жарамды болып саналады. Қараңыз, мына жерде каждый санаторный детский сад, коррекция түзететін балабақшаға қалай кезекке тұруға болады, қалай направление алуға болады, барлығы екі тілде түсінікті түрде инструкциясы жазылып тұр. Алып пайдалансаңыздар болады. Даже бұл жерде жеке балабақшаға, яғни жартылай мемлекеттік, жартылай жеке балабақшаға жолдама